Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге сотка арқылы ETSP ключ ашу көрсетемін. Ол үшін Google приложениесін тартып алып, соған кіресіздер. Жаңа ETSP-ны шығару дегенді басасыздар. Сіздерде загрузка болса, осылай біраз күтесіздер. Интернеттеріңіз жақсы болса, тез ашылатын болады. Сіздерге керекті ақпараттарды инста парақшама салатын боламын. Инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Онлайн қызметтер керек болса, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Астына описаниеге ссылка қалдырып кетемін. Одан кейін сіздерге иін жаз деп шығады. Иіндеріңіз жазасыздар, астына телефон номерлеріңіз жазасыздар. Телефон номер міндетті түрде YouGovқа тіркелген болу керек, немесе сіздерге код келмейтін болады. Одан кейін получить код дегенді басасыздар. Код сіздерге 14-14-тен 1-2 минуттың арасында келеді. 3 минут береді сіздерге кодты жазуға уақыт. Если 3 минуттың ішінде үлгермесеңіздер, қайтадан отправить код деп жіберсеңіздер болады. Код келді, жазамыз. Одан кейін видео проверкадан өтуге сіздерден камераға рұқсат сұрайды. Рұқсат беру дегенді басасыздар. Одан кейін запуск камера басталады. Жарық жерде отырасыздар да видео проверкадан өтесіздер. Өз қозғалма жақында алыстат деп айтып тұрады. Одан кейін видео проверкадан өтесіздер. Видео проверка пройдена деп шығады. ETSP ключті шығаруға разрешить деп басамыз, разрешение беріп. Одан кейін сіздерге өзі ETSP ключтің паролін жазып береді. Ол пароль өте қиын болады. Оны есінде сақтау мүмкін емес. Сол үшін өздеріңіз пароль қоясыздар. Міндетті түрде бас әріптен басталып, английский 8 әріпке дейін болу керек, және соңында бір символ қоясыздар. Одан кейін ETSP ключіміз шығарылады. YouGov приложениесіне кішкене күте тұрамыз, обновление болады. YouGovқа кіретін код жазды өздеріңіз. Естеріңізде қалатын код жазып аласыздар. Face ID мен кіретін болсаңыздар қосып аласыздар. Керек емес болса, қазір емес дегенді басасыздар. 14-14-тен сіздерге осындай сообщение келеді. ETSP ключ ашылды деген. Кішкене обновление жасау үшін уақыт керек. Осылай сіздерде YouGov мобайл приложениесіне осылай кіріп алатын боласыздар. Керекті қызметтеріңіз осы жерден ала берсеңіздер болады. Одан кейін ол ETSP ключті біз файлы деген жерден тауып аламыз. Файлы дегенге кірсеңіздер, ана жерде iCloud деген бар, iPhone деген бар. iPhone-ға кіресіздер. YouGov мобайл деген тұрады. Міне 1539-да жаңа ашылған біздің ETSP ключіміз бар. Бұл ETSP ключті шатасып кетпеу үшін английский өзіміздің атымызды жазып қойсақ болады. Осылай. Сандардың бәрін өшіріп тастап, Ghost дегенді қалдырып, одан кейін өзіміздің атымызды жазып қоямыз. Жіберетін кезде шатасып қалмас үшін осылай аттарыңызды жазып, сохранить етіп қойсаңыздар болады. Сосын үстін басасыздар. Егер біреуге отправить ету керек болса, соның үстін басасыздар. Ана астында отправить деген значок тұрады. Сол значокты через WhatsApp арқылы жіберсеңіздер болады. WhatsApp, почта арқылы да қолдана берсеңіздер болады.